Баршаңызға сәлем. Құрамы қарапайым пончики пісіреміз. Жылы сүтке су қосамыз, шекер қосамыз, шым-шым тұз қосып араластырамыз. Еріген сары май, жұмыртқа және ашытқы қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Жақсылап қамыр илеп, қамырды көтерілгенше шамамен 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Кейін көтерілген қамырымызды шамамен 5 мм қалыңдықта жайып, домалақ етіп кесіп аламыз. Стакан қамырға жабыспас үшін стаканды ұнға батырып отырған жөн. Мен ортасын кесуге осындай крышка қолдандым. Кейін табада қызған майда 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Жасалуы өте тез, дәмі әрине өте супер дәмді пончиктарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.